Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі нәзік коржиктер дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сары май мен қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Одан соң жұмыртқа салып, тағы да миксерлейміз. Біздің массаның үстіне ыстық сүт құямыз да, оны миксермен бір келкі болғанша араластырып, одан соң үстіне тұз және де разрыхлитель қосамыз. Одан соң ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп салып, миксермен тағы да араластырамыз. Масса қоюланып бастағанда ұнды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Одан соң қамырды өз қалауыңызға байланысты бөліп, видеодағыдай етіп жаямыз. Қамырды жайып болған соң, коржиктерді өз қалауыңызға байланысты формамен немесе кесе, стакан арқылы кесіп аламыз. Одан соң коржиктерімізді қыздырылған пеште 15 минут 250 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің коржиктер дайын. Ас болсын, егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіз.